Кішкентай Анастасия өзін ес білгелі өнерге ғашық болып өсті. Ол 3-4 жасынан бастап теледидардан көрсетілетін концерттер мен балет қойылымдарын жібермей қарайтын. Әсіресе сахнада аққудай қалықтап билейтін балериналарды көргенде көздері жайнап кететін. Бір күні теледидардан әйгілі театрдағы балет қойылымын көріп отырып, ол орнынан тұрып, экрандағы бишілердің қимылдарын қайталай бастады. Анасы күлімсіреп қарап тұрды. «Мамочка, я тоже буду балериной», деді Анастасия сенімді түрде. Қызының өнерге деген сүйіспеншілігін байқаған ата-анасы оны 5 жасқа толғанда би мектебіне берді. Сол күннен бастап қыздың өмірі өзгерді. Алғашқы сабақтарда Анастасия бәрінен кейін қалып жүрді. Кейбір қыздар әлде қайда икемді, тәжірибелі болатын. Бірақ ол ешқашан берілмеді. Сабақтан кейін де залда қалып, мұғалім көрсеткен әр қимылды қайта-қайта жаттайтын. Жылдар өтті. Анастасия өскен сайын оның балетке деген махаббаты арта түсті. Құрбылары серуендеп жүргенде, ол жаттығу залында болатын. Басқа балалар демалып жүргенде, ол жаңа қозғалыстарды меңгеріп жататын. Мұғалімдері оның ерекше таланты мен еңбекқорлығын байқап, үлкен болашақ күтіп тұрғанын айтатын. Бірақ үлкен сахнаға апарар жолдың қиын әрі қауіпті болатынын ешкім білмеді. Жылдар өте берді. Анастасияның өмірі таңертеңгі жаттығулар мен кешкі дайындықтардан тұрды. Басқа жасөспірімдер демалып достарымен қыдырып жүргенде, ол балет залындағы үлкен айналардың алдында сағаттап еңбек ететін. 14 жасында ол қалалық байқауда бірінші орынды жеңіп алды. Сол күннен бастап оның есімі өнер әлемінде естіле бастады. Анастасия, сенің болашағың зор дейтін ұстазы Светлана Ивановна, бірақ үлкен сахнаға шығу үшін одан да көп еңбек етуің керек. Мен дайынмын, ұстазым. Менің ең үлкен арманым әлемдегі ең үздік театрларда билеу деп жауап беретін қыз. Мектепті үздік бітірген соң Анастасия әйгілі театр академиясына оқуға түсті. Қабылдау емтиханына жүздеген талапкер келген еді. Бірақ комиссия мүшелері оның өнеріне бірден назар аударды. Бұл қыздың сахнада өзін ұстауы ерекше екен деді комиссия төрағасы. Иә, оның қозғалыстарында жан бар деп қосты тағы бірі. Осылайша Анастасия студент атанды. Академиядағы жылдар оңай болған жоқ. Кейде жаттығулар түн ортасына дейін созылатын. Аяқтары қанап, денесі шаршап тұрса да, ол ешқашан шағымданған емес. 4 жылдан кейін көптен күткен күн келді. Анастасия оқуын аяқтап, қаладағы ең беделді театрлардың біріне жұмысқа қабылданды. Алғашқы үлкен қойылым алдында ол қатты толқыды. Сахна сыртында тұрған қыздың қолдары дірілдеп тұрды. «Қорқып тұрсың ба?» деп сұрады қасындағы әріптесі Екатерина. «Иә». Бүкіл зал маған қарап отыр ғой. «Сен бұл күнге жылдар бойы дайындалдың. Саған сенемін». Шымылдық ашылды. Жарқыраған шамдар жанды. Мыңдаған көрермен тынышталып сахнаға көз тікті. Музыка басталған сәтте Анастасия барлық қорқынышын ұмытты. Ол сахнада құстай қалықтады. Әр қозғалысы нәзік әрі мінсіз еді. Қойылым аяқталған кезде зал бірнеше секунд үнсіз қалды. Содан кейін кенеттен дүркіреген қол шапалақ естілді. Көрермендер орындарынан тұрып кеткен еді. «Браво! Керемет! Қайталанбас өнер!» Адамдар ұзақ уақыт қол соқты. Ал Анастасия көз жасын әрең ұстап тұрды. Ол бала күнінде теледидар алдында отырып армандаған сәттің дәл ортасында тұрғанын түсінді. Сол күннен кейін оның атағы бүкіл елге тарады. Газеттер оның суретін бірінші бетке шығаратын болды. Телебағдарламалар сұхбатқа шақырды. Тіпті шетелдік театрларда оған қызығушылық таныта бастады. Бірнеше жылдан кейін Анастасия әлемнің түрлі елдерінде өнер көрсетті. Париж, Милан, Вена, Лондон. Қай қалаға барса да зал көрерменге лық толатын. Адамдар оның билеу мәнеріне таңғалатын. Сыншылар оны жаңа дәуірдің ең талантты балериналарының бірі деп атай бастады. Бірақ даңқ пен табыстың артында оны күтпеген ауыр сынақ жақындап келе жатқан еді. Ол сынақ оның бүкіл өмірін өзгертуі мүмкін болатын. Валерияның атағы күннен күнге өсіп жатты. Оның өнеріне тәнті болған адамдардың саны мыңдап емес, миллиондап саналатын. Әлемнің әр түкпірінен жанкүйерлері хат жазып, гүл шоқтарын жіберетін.
Бірақ олардың арасында бір адам ерекше көзге түсе бастады. Ол оңтүстік Кореядан келген жас кәсіпкер Ким Мин Джун еді. Алғашында Валерия оған мән бермеді. Көптеген жанкүйерлер сияқты кезекті өнер сүйер адам шығар деп ойлады. Алайда уақыт өте келе оның жіберетін сыйлықтары тым қымбаттай бастады. Бір күні театр әкімшілігі Валерияны шақырды. «Валерия, сізге тағы да сыйлық келді», деді әкімші. «Тағы ма? Бұл жолы не екен?» Үстел үстінде үлкен қара қорап тұр екен. Ашып қараса, ішінде гауһар тастармен безендірілген өте қымбат білезік жатыр. Қасында қысқа ғана хат бар еді. «Сіздің өнеріңіз менің өмірімді өзгертті. Әр қойылымыңызды тағатсыздана күтемін. Құрметпен, Ким Мин Джун». Валерия таңырқап қалды. «Бұл тым қымбат қой. Соңғы 3 айда сізге жіберілген ең қымбат сыйлықтардың бірі», деді әкімші. Осыдан кейін Мин Джунның есімі жиі естілетін болды. Валерия қай елде өнер көрсетсе де, ол сол жерде жүретін. Парижде өткен қойылымда бірінші қатарда отырды. Берлинде де солай. Венада да. Тіпті Лондонда өткен кеште де дәл сол адам көрінді. Бір күні әріптесі Екатерина әзілдеп, «Меніңше, мына корей жігіті саған ғашық сияқты», деді. Валерия күліп жіберді. «Жоқ шығар. Ол жай ғана өнер жанкүйері болар». Бірақ уақыт өте келе жағдай өзгере бастады. Мин Джун Валерияның әрбір қойылымына келетін. Әр сұхбатын көретін. Әлеуметтік желілердегі әр жазбасына пікір қалдыратын. Тіпті оның сүйікті гүлдерінің ақыраушан екенін де біліп алған еді. Келесі жолы дәл сол гүлдердің мыңдаған данасы театрға жеткізілді. Бір күні күзет қызметінің басшысы Валерияға келді. «Сізбен маңызды мәселе жайлы сөйлесуім керек». «Не болып қалды?» «Біз бір адамды жиі байқап жүрміз». «Кімді?» «Ким Мин Джунды». Валерияның жүзі өзгеріп кетті. «Неге?» «Ол сіз қатысатын барлық шараларда болады. Қонақ үйге дейін еріп келген кездері де тіркелген. Бірақ ол ештеңе істеген жоқ қой». «Иә, әзірге заң бұзған жоқ. Бірақ оның қызығушылығы қалыпты жанкүйерден әлде қайда жоғары сияқты». Сол түні Валерия алғаш рет мазасызданды. Терезеден қала шамдарына қарап ұзақ отырды. Неге ол барлық жерде кездеді деп ойлады ішінен. Ал дәл сол сәтте қаланың басқа шетінде Мин Джун ноутбук алдында Валерияның жаңа сұхбатын қарап отыр еді. Экрандағы суретке ұзақ қарап қалған ол баяу ғана. «Бір күні сен мені міндетті түрде байқайсың, Валерия», деді. Ал Валерия бұл сөздерді естіген жоқ. Ол әлі өз өміріне қауіпті құпияның жақындап келе жатқанын білмейтін. Лондондағы кезекті қойылымнан кейін Валерия қонақ үй бөлмесінде демалып отырған. Сол кезде менеджері Ольга хабарласты. «Валерия, төменде сенімен кездескісі келетін адам бар». «Кім екен?» «Ким Мин Джун». Валерия бір сәт ойланып қалды. Осы уақытқа дейін сырттай ғана көріп жүрген адаммен алғаш рет бетпе-бет кездескелі тұрған еді. «Жарайды, 5 минутқа ғана сөйлесемін». Қонақ үйдің мейрамханасында Мин Джун оны күтіп отыр екен. Жақыннан қарағанда ол өте сыпайы әрі сабырлы адам болып көрінді. «Ақыры кездескенімізге қуаныштымын, Валерия», деді ол күлімсіреп. «Мен де танысқаныма қуаныштымын. Мен сіздің өнеріңіздің үлкен жанкүйерімін». Әңгіме барысында Мин Джун өзін табысты кәсіпкер ретінде таныстырды. Ол Кореядағы мәдени жобаларға демеушілік жасайтынын айтып берді. Кездесу аяқталар сәтте ол күтпеген ұсыныс айтты. «Ертең Кореяға ұшамын. Егер қарсы болмасаңыз, бір күнге Сеулді көрсеткім келеді». Валерия алғашында бас тартпақ болды. Бірақ Мин Джун өте сенімді сөйлейтін. «Бар болғаны бір күн. Кореяның мәдениетін көресіз. Келесі күні қайта ораласыз». Бірнеше сағат ойланып жүрген соң Валерия келісім берді. Келесі күні жеке ұшақпен олар Кореяға ұшты. Ұшақ терезесінен бұлттарға қарап отырған Валерия өзін ерекше сапарда жүргендей сезінді. Сеулге қонғаннан кейін Мин Джун оған қаланың ең әдемі жерлерін көрсетті. Зәулім ғимараттар, тарихи сарайлар, жарқыраған кешкі көшелер. Барлығы ертегі секілді көрінді. «Сіздің еліңіз өте әдемі екен», деді Валерия.
Мен сізге ең жақсысын ғана көрсеткім келеді. Кешке олар қала сыртындағы сәнді виллаға келді. Үй төбеден бүкіл қаланы көрсетіп тұр екен. Валерия таңғалып, мұның бәрі сіздікі ме? Иә. Бірақ сол түні біртүрлі жағдайлар басталды. Валерия менеджеріне қоңырау шалмақ болғанда телефонында байланыс жоқ екенін байқады. Қызық екен. Ол Мин Джуннан сұрады. Мұнда байланыс неге нашар? Мин Джунның жүзі алғаш рет өзгерді. Бүгін ешкім мазаламаса жақсы емес пе? Не айтқыңыз келеді? Мен сізбен көптен бері оңаша сөйлесуді армандадым. Валерияның жүрегіне күдік ұялады. Сол сәтте ол бұл сапардың қарапайым қыдыру емес екенін сезе бастады. Ал Мин Джун оған баяу қарап, енді ешқайда асықпаймыз, Валерия, деді. Осы сөздерден кейін Валерия өзін үлкен қателік жібергенін түсінді. Лондондағы кезекті қойылымнан кейін Валерия қонақ үй бөлмесінде демалып отырған. Сол кезде менеджері Ольга хабарласты. Валерия, төменде сенімен кездескісі келетін адам бар. Кім екен? Ким Мин Джун. Валерия бір сәт ойланып қалды. Осы уақытқа дейін сырттай ғана көріп жүрген адаммен алғаш рет бетпе-бет кездескелі тұрған еді. Жарайды, 5 минутқа ғана сөйлесемін. Қонақ үйдің мейрамханасында Мин Джун оны күтіп отыр екен. Жақыннан қарағанда ол өте сыпайы әрі сабырлы адам болып көрінді. Ақыры кездескенімізге қуаныштымын, Валерия, деді ол күлімсіреп. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Мен сіздің өнеріңіздің үлкен жанкүйерімін. Әңгіме барысында Мин Джун өзін табысты кәсіпкер ретінде таныстырды. Ол Кореядағы мәдени жобаларға демеушілік жасайтынын айтып берді. Кездесу аяқталар сәтте ол күтпеген ұсыныс айтты. Ертең Кореяға ұшамын. Егер қарсы болмасаңыз, бір күнге Сеулді көрсеткім келеді. Валерия алғашында бас тартпақ болды. Бірақ Мин Джун өте сенімді сөйлейтін. Бар болғаны бір күн. Кореяның мәдениетін көресіз. Келесі күні қайта ораласыз. Бірнеше сағат ойланып жүрген соң Валерия келісім берді. Келесі күні жеке ұшақпен олар Кореяға ұшты. Ұшақ терезесінен бұлттарға қарап отырған Валерия өзін ерекше сапарда жүргендей сезінді. Сеулге қонғаннан кейін Мин Джун оған қаланың ең әдемі жерлерін көрсетті. Зәулім ғимараттар, тарихи сарайлар, жарқыраған кешкі көшелер. Барлығы ертегі секілді көрінді. Сіздің еліңіз өте әдемі екен, деді Валерия. Мен сізге ең жақсысын ғана көрсеткім келеді. Кешке олар қала сыртындағы сәнді виллаға келді. Үй төбеден бүкіл қаланы көрсетіп тұр екен. Валерия таңғалып, мұның бәрі сіздікі ме? Иә. Бірақ сол түні біртүрлі жағдайлар басталды. Валерия менеджеріне қоңырау шалмақ болғанда телефонында байланыс жоқ екенін байқады. Қызық екен. Ол Мин Джуннан сұрады. Мұнда байланыс неге нашар? Мин Джунның жүзі алғаш рет өзгерді. Бүгін ешкім мазаламаса жақсы емес пе? Не айтқыңыз келеді? Мен сізбен көптен бері оңаша сөйлесуді армандадым. Валерияның жүрегіне күдік ұялады. Сол сәтте ол бұл сапардың қарапайым қыдыру емес екенін сезе бастады. Ал Мин Джун оған баяу қарап, енді ешқайда асықпаймыз, Валерия, деді. Осы сөздерден кейін Валерия өзін үлкен қателік жібергенін түсінді. Валерия бірден бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезді. Мин Джун, мен қонақ үйге қайтқым келеді, деді ол орнынан тұрып. Бірақ жігіттің жүзі суық тартып кеткен еді. Әлі ерте. Не дегенің? Мен сені сонша жыл күттім. Валерия есікке қарай беттегенде, оның сөмкесі жоқ екенін байқады. Менің төлқұжатым қайда? Мин Джун жауап бермеді. Сол сәтте қыздың жүрегі дүрсілдеп кетті. Мин Джун, бұл әзіл емес. Төлқұжатымды қайтар. Сен әзірге ешқайда кетпейсің. Келесі күні Мин Джун Валерияны қаладағы сәнді клубтардың біріне алып барды. Сырт көзге бәрі қалыпты көрінгенімен, Валерия өзін тұзаққа түскендей сезінді. Ол бірнеше рет көмек сұрауға әрекеттенді. Бірақ Мин Джунның адамдары үнемі жанында жүрді. Кешке қарай оны клубтың көпшілік кірмейтін қызметтік бөлігіне алып кетті. Төменгі қабаттағы тар бөлмеге кірген кезде Валерия қорқынышын жасыра алмады.
Мені не үшін осында әкелдіңдер? Ешкім жауап бермеді. Есік сыртынан тарс жабылды. Валерия жалғыз қалды. Ол қайта-қайта есікті қақты. Біреу бар ма? Жауап болмады. Бірнеше сағаттан кейін мен жуын кірді. Неге бұлай істеп жатырсың? Өйткені сен үнемі менен қаштың. Мен сені танымаймын да. Бірақ мен сені жылдар бойы білемін. Валерия оның сөздерінен шошып кетті. Жігіттің жанкүйерлік сезімі әлдеқашан қауіпті әуестікке айналған еді. Сол түні Валерия бөлмеде жалғыз отырып үйін, ата-анасын, достарын еске алды. Ол міндетті түрде бұл жерден шығудың жолын табуға бел буды. Ал дәл сол уақытта Еуропада оның менеджері Ольга дабыл қаға бастаған еді. Валериямен байланыс жоқ. Театр басшылығы полицияға хабар берді. Халықаралық іздеу басталды. Ал әлемге әйгілі балеринаның жоғалып кеткені туралы жаңалықтар бүкіл әлемге тарай бастады. Валерияны құтқаруға санаулы күндер ғана қалған еді. Күндер апталарға, апталар айларға айналды. Валерия өзін бұрынғы өмірінен мүлдем ажырап қалғандай сезінді. Ол тұрған жер сән-салтанатқа толы болғанымен, өзі үшін алтын тордан еш айырмашылығы жоқ еді. Қала шетіндегі құпия клубқа қарапайым адамдар кіре алмайтын. Мұнда тек өте бай кәсіпкерлер, ықпалды адамдар мен қылмыстық топтармен байланысы бар тұлғалар келетін деген сыбыстар тараған. Клубтың негізгі жұлдызы уақыт өте келе Валерияға айналды. Оның есімі келушілер арасында аңызға айналды. Алайда ешкім оның бұл жерде өз еркімен жүрмегенін білмейтін. Күн сайын оның өмірі бірдей өтетін. Таңертең күзет бақылауымен оянатын. Күндіз дайындық жасайтын. Кешке сахнаға шығатын. Түннің бір уағына дейін өнер көрсетуге мәжбүр болатын. Клуб қонақтары оның өнеріне таңғалып қарайтын. Мына қыз әлемдік деңгейдегі биші ғой. Осындай таланттың бұл жерде жүргені таңғаларлық. Ол туралы ешқандай ақпарат неге жоқ. Осындай әңгімелер жиі айтылатын. Бірақ сұрақтардың жауабы ешкімге белгісіз еді. Жылдар өте берді. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл. 5-ші жылға келгенде Валерия өзін айнадан әрең танитын болды. Кезінде үлкен театрлардың сахнасында мыңдаған адамның қошеметіне бөленген жұлдыздың жүзінде мұң пайда болған еді. Бірақ оның жан дүниесіндегі үміт әлі сөнбеген болатын. Әр кеш сайын ол сахнаға шыққанда көрермендердің жүздеріне мұқият қарайтын. Мүмкін біреу оны танып қалар. Мүмкін біреу көмектесер. Мүмкін бүгін бәрі өзгерер. Бір күні клубқа жаңа қонақ келді. Орта жастағы шетелдік ер адам Валерияны көрген сәтте орнынан қозғала алмай қалды. Қойылым аяқталғаннан кейін де ол көзін сахнадан алмады. Бұл мүмкін емес деді ол сыбырлап. Қасындағы адам таңырқап қарады. Не болды? Мен бұл қызды бұрын көргенмін. Қайдан? 5 жыл бұрын. Әлемге әйгілі балерина болатын. Ер адамның жүрегі қатты соғып кетті. Өйткені ол алдында тұрған адамның жоғалып кеткен атақты Валерия екенін түсінген еді. Ал Валерия болса оның өзіне ұзақ қарап тұрғанын байқап қалды. Олардың көздері түйіскен сәтте қыздың жүрегінде 5 жыл бойы алғаш рет шынайы үміт оянды. Мүмкін дәл осы адам оның құтқарылуына себеп болатын шығар. Мүмкін 5 жылға созылған қорқынышты оқиғаның аяқталуына аз ғана уақыт қалған еді. 5 жыл. Тұтас 5 жыл Валерия сыртқы әлемнен оқшау өмір сүрді. Кезінде әлемдік сахналардың жұлдызы болған балерина енді жер астындағы құпия клубтың қараңғы дәліздерінде өмір сүретін. Күн сайын 3 сағатқа созылатын қойылымдар оның денсаулығын әбден әлсіреткен. Балетші үшін аяқ ең қымбат байлық. Ал Валерияның аяқтары енді бұрынғыдай емес болатын. Ескі жарақаттары қайта-қайта сыр беретін. Тізелері ауыратын. Табандары ісіп кететін. Кей кештерде сахнаға шығар алдында орындықтан әрең көтерілетін. Бірақ оған ешкімнің шаруасы жоқ еді. Клуб иелері үшін ол жай ғана табыс көзі болатын. Сахна шамдары жанған кезде ол ауырсынуын жасырып көрермен алдында күлімсіреп шығатын. Ал қойылым аяқталған соң бөлмесіне оралып, үнсіз көз жасын төгетін. Бір кезде әлем оның өнеріне қол соққан еді. Енді ол әлем үшін жоғалып кеткен адамға айналған. Осы арада Корея полициясы мүлде басқа істі тергеп жатқан болатын.
Олар Валерияны іздеп жүрген жоқ еді. Полицияның назары әлгі құпия клубқа ауған болатын. Соңғы бірнеше жылда клуб жайлы көптеген ақпарат түскен. Заңсыз қаржы айналымы, жасырын келісімдер, қылмыстық топтармен байланыс. Бірақ нақты дәлел табылмаған. Сондықтан полиция асықпады. Олар бірнеше жыл бойы бақылау жүргізді. Клубқа жасырын агенттер жіберілді. Қаржы құжаттары зерттелді. Қожайындарының байланыстары тексерілді. Әрбір қадам мұқият жоспарланды. Басты мақсат клуб қожайынын және оның сыбайластарын бұлтартпас дәлелдермен ұстау болатын. Бір күні тергеу тобының басшысы жиналыс өткізді. Біз 5 жыл бойы дәлел жинадық. Экраннан клубтың сызбалары көрсетілді. Барлық кіреберістер анықталды. Күзет жүйесі зерттелді. Қаржы арналары табылды. Бөлмедегілер үнсіз тыңдап отырды. Енді операция басталады. Сол түні ондаған полиция қызметкері арнайы операцияға дайындалды. Таң алдында клуб бірнеше бағыттан қоршауға алынды. Есік бұзылып, арнайы жасақ ішке кірді. Келушілер мен қызметкерлер абыр-сабыр болып кетті. Клуб қожайыны қашуға әрекет жасағанымен көп ұзамай ұсталды. Полицейлер барлық бөлмелерді тексере бастады. Құжаттар тәркіленді. Компьютерлер алынды. Құпия сейфтер ашылды. Бірақ операция барысында күтпеген жағдай орын алды. Ғимараттың төменгі қабаттарын тексеру кезінде офицерлер бұрын белгісіз болған жасырын дәлізді тапты. Мұнда тағы бір бөлме бар. Ауыр темір есік ашылды. Іште әлсіз жарық қана жанып тұрды. Бөлменің бұрышында отырған әйел баяу басын көтерді. Алғашында ешкім оның кім екенін түсінбеді. Әбден жүдеп кеткен. Жүзі өзгерген. Шашына ақ кіре бастаған. Бірақ бір офицер кенет тоқтап қалды. Тоқтаңдар. Ол әйелдің бетіне ұзақ қарады. Сосын таңданысын жасыра алмады. Бұл мүмкін емес. Не болды? Мен оны танимын. Бөлмеде үнсіздік орнады. Бұл Валерия. 5 жыл бұрын жоғалып кеткен әлемге әйгілі балерина дәл олардың алдында отырған еді. Валерия көзін әрең көтеріп, полиция қызметкерлеріне қарады. Ол алғашында бұған сенбегендей болды. Себебі 5 жыл бойы ол ешкім келмейді деп ойлаған еді. Ал дәл осы сәтте оның ұзаққа созылған қорқынышты өмірі аяқталып келе жатқан болатын. Валерияны жасырын бөлмеден алып шыққан кезде оның көздері жарқын жарыққа үйрене алмай тұрды. 5 жыл. Тұтас 5 жыл бойы ол еркін өмірден алыс қалған еді. Полицейлер оған су беріп, дәрігерлер алғашқы тексеру жүргізді. Сіз қауіпсіз жердесіз, деді әйел дәрігер жұмсақ дауыспен. Валерия үнсіз басын изеді. Ол әлі де болып жатқан оқиғаға сене алмай тұрған. Сол күні клуб толықтай жабылды. Қожайындар мен сыбайластары ұсталды. Тергеу бірнеше айға созылды. Ал Валерия арнайы оңалту орталығына орналастырылды. Алғашқы апталар оған өте ауыр тиді. Көпшілік ортаға шығудан қорқатын. Түнде жиі оянып кететін. Бірақ дәрігерлер мен психологтардың көмегімен ол біртіндеп қалыпты өмірге орала бастады. Бір күні аурухана бөлмесінде теледидар қарап отырғанда журналистердің репортажын көрді. Экранда өзінің ескі қойылымдары көрсетіліп жатты. Жас әрі бақытты Валерия. Сол сәтте оның көзінен жас шығып кетті. Мен қайтадан билей аламын ба? Деп сұрады ол дәрігерден. Бұл оңай болмайды. Бірақ тырыссаңыз, мүмкін. Сол сөз Валерияға күш берді. Ол күн сайын жаттыға бастады. Алғашқы қадамдар қиын болды. Бірақ ол бала күннен бері үйренген қасиетін ұмытпаған еді. Берілмеуді. Бір жылдан кейін әлем тағы бір жаңалық естіді. Әйгілі балерина Валерия алғаш рет көпшілік алдына шығатын болды. Театр алдында мыңдаған адам жиналды. Журналистер, жанкүйерлер, өнер сүйер қауым. Шымылдық ашылған кезде залда тыныштық орнады. Сахнаға баяу қадаммен Валерия шықты. Көрермендер оны бірден таныды. Келесі сәтте бүкіл зал орындарынан тұрып кетті. Қол шапалақтау бірнеше минутқа созылды. Көптеген адамдар көз жасын жасыра алмады. Өйткені олар жоғалып кеткен жұлдыздың қайта оралғанын көріп тұр еді.
Валерия да жылап тұрды. Бірақ бұл жолы мұңнан емес. Бостандықтың қуанышынан. Қойылым аяқталған соң ол көрермендерге қарап: ең қиын сәттердегі үміттеріңізді жоғалтпаңыздар. Мен 5 жыл бойы осы күнді күттім. Ал бүгін арманым қайта орындалды. Рахмет сіздерге деді. Зал тағы да ду қол шапалаққа бөленді. Осылайша Валерияның ұзаққа созылған қайғылы оқиғасы аяқталды. Ол жоғалтқан жылдарын қайтара алмаса да, қалған өмірін еркіндікпен, өнермен және өзіне сенген адамдардың ортасында өткізді. Кейін Валерия жас өнерпаздарға көмектесетін қор ашып, қиын жағдайға тап болған адамдарға қолдау көрсетумен айналысты. Ал оның өмір тарихы көптеген адамдарға күш пен үміт сыйлаған аңызға айналды. Себебі ең қараңғы түннің өзінен кейінде таң атады. Құрметті көрермендер, осы оқиға сіздерге ұнады ма? Валерияның тағдыры туралы не ойлайсыздар? Осындай жағдай өмірде болуы мүмкін бе? Пікірге жазыңыз. Сіз қай қаладан көріп отырсыз? Осындай оқиғалар көбірек керек пе? Келесі оқиға кім туралы болсын? Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Каналға жазылып, жаңа оқиғаларды жіберіп алмаңыз. Келесі видеода тағы да әсерлі, жүрекке жететін жаңа тарихпен кездескенше.